Ассалаумағалейкум ағайындар, қалдарыңыз қалай? Біздер Тұщықұдық дейтін елді мекендеміз. Мына осы руханият үйінің қасындағы әулие қорымға келіп тұрмыз. Мерген атаның, Мерген әкеміздің басына. Бұл кісі енді халық емшісі болған адам. Міне, халыққа қайыры зайыры тиген адам. Көптеген кісілердің шипа табуына, балалы болуына, перзентті болуына, басқа да қол көмектері, қасиеті, пайдасы тиген адам. Ру базар жары Мерген әкеміз бізге құда болып келеді. Бірақ елдің адамы болғасын біздер Мерген әке деп кеткенбіз. Көзін көрдік, алдында өнер көрсеттік. Иманды болсын, Құранымызды оқыдық, жатқан жер жайлы болсын, желеп-жебеп жатсын. Халықтың адамы болған кісі, бұл кісі құрметті болған, қадірлі болған. 80 жасына да қатыстық. Отпантаудың баурайында үлкен той болып, оның кенже баласы Амантай дейтін біздің жиен жездеміз. Сол ағаларымыз, үлкен азаматтар бастап, Мерген әкеміздің 80 жасында біздер өнер көрсетіп, ән салып, сайысқа қатысып, жүлделі болғанбыз. Сондай міне көзін көрдік бұл кісінің талай. Емінде алдық. Әуелі Құдай, сосын осындай кісілердің себебімен Құдай тағала шипа тартады екен адамға. Иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын. Алла рахымына, мейіріміне бөлесін, желеп-жебеп жатсын. Пайғамбардың шапағатында болсын. Зияратымыз қабыл болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Заманында Тасқара Қаратайұлы, Тұқымбай Түйебайұлы, Мерген Нәбиұлы дейтін осы үш кісі қиын уақыттарда халыққа көп көмектескен кісілер, қайыры зайырып тиген кісілер. Барлығы да иманды болсын, жатқан жерлер жайлы болсын.